Сәлеметсіздер ме? Бүгін қарапайым құрт әзірлейміз. Неге қарапайым? Себебі сүттің майын, қаймағын алмай, осылай айранды ыдысымызға құйып, қайнауға жақын қалған кезде астын өшіреміз. Өзі суығаннан кейін осылай сары суы шығады. Оны қалтамызға құямыз, негізі далаға құйып, іліп қою керек. Маған осылай ыңғайлы болғандықтан үйде керземге осылай құйдым. Негізі сүтті сепараторға құйып, қаймағын алып, қалған сүтін айран үйтіп дәл осылай жасайды. Немесе қадымғы айранымызды кішкене су қосастарда май алатын машинка болады. Соған салып, майын алып, қалған айран дәл осылай жасайды. Дәл осылай суын ағызу ыңғайсыз болса, мына Инстаграмда бір оқырман кісі жазған екен, ол кісіге көп рахмет, ол да бір негізі идея. Қадымғы жемістің пластмасс жәшігі бар ғой, соған қалтамызды қойып қойсақ, тесігінен өзі суы ағып тұра береді. Немесе мантаварканың ыдысына тесік листтер болады, соған қалтамызды қойсақ, өзі тесігінен суы ағып кете береді. Барлық суы ағып кеткеннен кейін осылай қою қалғанда жаңағы тесік ыдысымызға салып, үстінен ауыр зат бастырып қоямыз. Немесе тас бастырастар, ауыр тас, оны пакетке салып, осылай үстіне бастырып қоясыздар. Мен дәл осы кезде қадымғы кастрюльге су құйып бастыра салдым. Суы толықтай ағып болғаннан кейін өзі қою, қолға жабыспайтын массаға енеді. Содан кейін кәдімгі керсенімізге салып, қалауымызша тұз саламыз. Одан кейін тұзы ерігенше жақсылап араластырамыз. Тұзы еріген жақсы. Содан соң өзіңіздің қалауынша кез келген формаға дөңгелектей бересіз. Енді құрт жасап жатқан соң пайдасында айта кетейін. Құрттың тұзы болғандықтан ол ауыз қуысына пайдалы, яғни күніне 2-3 құрт жесеңіз, ауыз қуысының ауруы болмайды. Тістер қатаяды, ас қорытуы жақсарады, ағзада кальций көбейеді. Егер баспамен ауырсаңыз, яғни тамағыңыз ауырған жағдайда, күніне 5-6 құрт жеңіз. Құрт жеу барысында сілекей көп бөлінеді, ал сілекейдің құрамында лизоцим деген зат болады. Ол ауыз қуысын бактериялардан тазалайды. Яғни тіс дәрігеріне барсаңызда, мысалға тамағымыз ауырса да, осылай тұз сумен шаямыз, ауыз қуысына оның пайдасы өте көп. Құртты көп жесеңіз, шөлдей бересіз, нәтижесінде суды көп ішесіз. Сондай кезде кептірілген алмадан компот жасап ішсеңіз, жақсы. Ол бүйректегі тас пен құмды түсіріп, несеп жолдарының жағдайын жақсартады. Қолдануға болмайтын жағдайда бар, яғни құрттың тұзы көп болғандықтан, бауыр мен қан тамыр дерті мазалайтын адамдарға оны көп жеуге болмайды, оны да ескере кету қажет. Енді айта берсең, құрттың пайдасы көп, ішінде неше түрлі дәрумен бар. Әр дәрумен өзі әр ағзаға пайдалы. Мысалға, көздің көруін жақсартады екен. Теріге де пайдасы бар. Оның үстіне қанның сұйылуына да пайдасы бар екен. Мысалға, бұрынғы апаларымыз неге ауырмаған? Олар өздерінің ағзасын өзінің кәдімгі жеп отырған осындай тағамдармен-ақ дәрумендермен толтырып отырған екен. Әлі 5 бармағымыз бар, оның өзі суға қайнатылады, қуырылмайды. Әлі сүт, айран, қызыл ірімшік, кәдімгі ірімшік, сүзбе барлығының өзінің пайдасы бар. Енді оқи отырып, өзім таң қалып отырмын. Ақпараттар пайдалы болса, арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып, маған қолдау білдіре кетіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.